10 сынып Қазақстан тарихы пәні бойынша Түрік империясы көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі тақырыбы. Бүгінгі сабақта Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңін түсінеміз. Деректерді талдау негізінде түркі мемлекеттерінің дамуын зерттеп, мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтаймыз. Алдымен түрік қағандығының әскери әкімшілік құрылысына тоқталайық. Қаған тайпалар одағын басқарып, көсем, сот, абыз, әскери қолбасшы қызметін атқарды. Және мемлекет сол қанат немесе шығыс және оң қанат батыс болып бөлінді. Түрік қағандығының әлеуметтік құрылымы. Түркі рулары мен тайпаларды түркілерінің шығу тегінің ортақтығы мен барлық түркілердің бірлігі идеясы байланыстырды. Ол ру жерінің ортақтығымен және әскери олжа мен салықтарды үлес құқығымен нығайтты. Қағаннан кейін бектер, ру ақсүйектері, құлдар тұрды. Картада Батыс түрік қағанатының территориясы берілді. Түркілер тағайындаған басшылар алым-салықтарды жинауды қамтамасыз етті. Жергілікті билеушілерге түрік атақтары беріліп, олар империяның әкімшілік иерархиясына айналды. Мысалға, Елтеріс қағанның әкімшілік реформасы. Батыс түрік қағанатында Елтеріс қаған 10 оқ жүйесі бойынша тайпалық көсемдерді және жаттарды билік жүйесіне тартты. Батыс түрік қағанатының әлеуметтік құрылымы. Қаған, ол билеуші, әскербасы, бүкіл жердің иесі. Қаған сайлаған ұлықтар отырды. Қағаннан кейінгі билік иелері болды. Шат, Жабғу, Елтебер, Ашина руынан шыққан ақсүйектер ел басқарылу ісіне тартылды. Бек ру тайпа басшысы болды. Тархан бұйрықтар сот қызметін атқарушысы болды. Қарабудын қарапайым халық болды. Тат қоғамдағы ең төменгі топ құлдар болды. Империя қағандықтар түркі тайпалық одақтарында, сондай-ақ бағындырған халық пен вассалдық мемлекеттерді біріктірді. Олардың барлығы бірыңғай әскери әкімшілік жүйемен басқарылды. Түрік империялары Еуразияның геосаяси сипатын өзгертіп, халықаралық істер мен саудаға белсенді араласты. Енді айтылған мәселелер ақпарат бойынша тапсырмалар берілген. Тапсырмада территориялар және ол жерге белгіленген мемлекеттердің ауқымы берілген. Осы картаны пайдалана отырып сіздер бұл жердегі түрік империяларының қайсы екенін ажырату қажетсіздер. 3 картаға мұқият қарайсыздар. Алдымен қағанаттың қай қағанның кезінде және қандай аумаққа ие болған жазып шығасыздар әрине. Территориясы. Бірінші территориялық межелеу қай қағанның кезінде, екінші және үшінші. Жауап. Біріншісінде Бумын қаған кезде, екінші Мұқан қаған және Ештемей қаған кезінде. Тапсырма. Түрік қағанатының ыдырау себебін көрсетесіз. Дұрыс жауап саны 2. Қайсысы жағдай, қайсы фактор түрік қағанатының ыдырау себебін туындатты? Әрине, билікке талас, бір мүддеге бағынбаған экономикалық жүйенің қалыптасуы. Үшінші тапсырмада Батыс түрік қағанатының әлеуметтік құрылымы.
Әлеуметтік құрылымы бойынша қандай ерекшеліктер бар? Жазып шығу қажет. Жауап: қаған, ұлық, шад жабу елтебер, бек тархан бұйрық, қара будын тат. Осыдан шығатын қорытынды: Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіріңіз. Деректерді талдау негізінде түркі мемлекеттерінің дамуын зерттеп, мемлекет құрылысындағы сабақтастықты анықтадыңыз. Назарларыңызға рахмет.